Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін үй жағдайында чебуректер дайындаймын. Бізде чебуректердің қамыры ерекше. Оның ерекшелігі қазір бірінші қараңыздар, ұнымызды, майымыз бен тұзымызды араластырып аламыз. Және одан кейін бізде қайнаған ыстық су қолданамыз. Прям қайнаған ыстық су болу керек. Ерекшелігі осы. Қайнаған ыстық суды құйып отырып жай-жайдан. Қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, қамыр иілеп бөлме температурасына жарты сағатқа қойып қоямыз. Және осы қамырымыз өзінің ию қаны дайын болғанша біз неміздің чебуректердің салмасын дайындаймыз. Ол үшін маған осы 2 пияз жеткілікті болды. Осы 2 пиязды турап мен блендердан өткіздім. Өзіме осы ыңғайлы болды. Сіздер пышақ қолдансаңыздар да болады. Осылайынан блендерден өткізгеннен кейін міне қараңыздар, өте әдемі бір келкі суы бөлініп, сочный дейма сондай болып шықты. Осылай сосын менде қазір фаршымды салам. Фаршының үстіне пиязымды және тұзымды, бұрышымды араластырып, біз чебуректердің салмасын осылайынан дайындап қоямыз. Дайындап қойдық осылайынан. Және келесі бізде жарты сағат тынып тұрған қамырымызды аламыз. Ол қамырымызды өте әдемі жұмсақ болып тұр. Ешқандай июн қайтарудың қажеті жоқ. Сол күйі, алған күйі бөлшектерге бөліп шығамыз. Мен бұл жерде бір тестадан 10 бөлікке бөліп шықтым. Мен бұл жерде және де бір теста емес, осылайынан 2 теста, 2 зуала қамыр илеген болатындығым. Себебі бізде бір зуала қамыр жеткіліксіз болып қалды. Бірақтан дәмі деген өте әдемі болады. Сіздерге де жетпей қалуы мүмкін. Сол үшін осылай көптеу қылып илей бергендеріңіз дұрыс. Осылайынан 2 зуаламнан мен 20 осылай майда бөліктерге бөліп шықтым. Мен көбінесе осылайынан бөлшектерге бөлгеннен кейін майда зуаларды әдемілеп дөңгелетіп шығуға тырысамын. Өзімнің көбінесе уақытымды осыған жұмсап қоям. Себебі қазір дөңгелектеп шыққан кейін жайған кезде ешқандай кедергі болмайды. Зуала қандай болса, жайған кезде тура сондай әдемі болып шығады. Соны ескерсеңіздер болады. Келесі бізде осылай қамырымызды жаямыз, жайлап. Қамырымыз өте жұқа болу керек. Осылайынан ішіне салмасын салып, жан-жақтарын бәрін жақсылап басып, оның сыртынан шаштықпен әдемілік үшін бір шетінен жақсылап майға салғанда ашылып кетпеу үшін осылайынан әдемілеп шықтым. Осылайынан істей бересіздер. Мен алдын ала осылай қамырларымды барлығын ешқандай да майы бірінші қосып қыздырмаймын. Осылай бірінші барлық заттарымды дайындап қоямын. Қараңыздар, мен бұл жерде менде 20 штук осылай чебуректер пайда болды. Бұл бізде үлкен емес, және кішкентай емес. 40 граммнан шыққан қамырдың чебуректері осылайынан қызып тұрған майға салып қуырып пісіріп аламыз. Біздің майымыз прям қызып тұру керек. Әйтпесе қызбаған жағдайда білесіздер, теста қамыры майды өзіне сіңіріп алады. Сол үшін дәмсіз болып қалады. Сол үшін қатты қызып тұрған майға салсаңыздар жақсы болады. Міне бізде бұл жерде чебуректерім дайын, өте әдемі. Дәмі деген ерекше. Ыстық күйі айтып жеткізе алмаймын, ыстық күйі қандай болатынын. Сіздер де істеп көрсеңіздер болады. Ұнайды деп ойлаймын. Өте дәмді.